байдың нәскиі. Өте бай кісі өлімінің жақындағанын сезгенде баласын жанына шақырып, ең маңызды өсиетін айтыпты. Балам, мені мазарға шұлығыммен көміңдер, депті. Баласы түсінбегенмен жарайды деп қабыл етеді. Әкесі қолына тағы бір хат береді. Мен өлгеннен кейін бірінші қиналған кезіңде хатты ашып оқы, дейді. Күндер өтіп ажалы келген әкесі жан тапсырады. Ал бұл кезде баласын бір ой мазалап жүреді. Мен енді әкемді шұлықтарыммен бірге қалай көмемін? Қанша молдаға, имамға барсам да алғаны бір жауап: жоқ, дінімізде ондай нәрсе болмайды. Бала шарасыз отырғанда есіне әкесінің бірінші қиналған кезіңде ашып оқы деп берген хаты түседі. Дереу хатты тауып алып оқиды. Хатта былай жазылған болады: балам, байқағаныңдай мен мұнша бай болсам да өзіммен бірге бір шұлықты да алып кете алмадым. Енді қалғанын өзің ойлан, депті.